Ассалаумағалейкум, қадірменді әлеумет. Шығыс Қазақстан облыстық жасөспірімдер және балалар кітапханасының ұйымдастыруымен мен оқыған кітап атты марафонды бастаймын. Уақытымыздың тығыздығына қарамастан, бала кезден дос болған кітапты парақтауды әлі күнге қойғамыз жоқ. Соның ішінде соңғы уақыт арасында легендарный Шоқан Уәлиханов деген кітапты оқып шығып, соның ішінде Шоқан Уәлиханов бабамыздың жазған еңбектері, Қашқарияға саяхаты, қазақ халқының арасындағы аңыз әңгімелерді, соның ішінде қырғыз халқының Манас жырын жинақтап беруі бұл ғылымға қосқан өте үлкен үлесі болды. Патшалық Ресейдің Ресей географиялық одағының мүшесі бола отырып, осында үлкен ғылымға үлес қосты. Бұл да жастарға бір үлкен үлгі, өрнек болады деп санаймын. Соңғы уақытта оқығанымыз Қабдеш Мәділов атамыздың Прометей алауы кітабы. Ақтайлақ бидің 40 қожаны шығысқа кеп, оларды Қазақстанға ғана емес, сол жаңағы Ресейге, соның ішінде Қытайға, соның ішінде Моңғолияға осы 40 қожаны таратып, аймақтағы осы Алтай тауының аймағындағы барша діни ахуалды түзеткісі келіп, соған өте үлкен қосты. Руханиятқа қосылған өте үлкен үлес деп санаймыз. Халыққа қызмет, хаққа қызмет принципінің ең үлкен үлгісі баршамызға берері мол. Сол руханияттан әлі де біз сусындап келе жатырмыз. Қадірменді ағайын, осы марафонды жалғастыруға, мен оқыған кітап марафонын жалғастыруды Шәкәрім мектебінің директоры, тарих ғылымдарының кандидаты Әділ Сайлаубекке, Шығыс Қазақстан облысы жазушылар одағының мүшесі ақын Әскерхан Ақтай мырзаға, және осы біздердің достарымыз, ғылымдағы ең үлкен орны бар Алашты зерттеп жүрген Елдос досымызға осы марафонды жолдаймын. Алла баршаларыңызға сәттілік, береке берсін.